Біздің орталықта қазір мынау әйел адамдарға, аналарымызға, бойжеткендерімізге диагностикалаудың, емдеудің барлық тәсілдері енгізілген. Енді диагностикаға келетін болсақ, ең бірінші диагностика ол маңыздысы бойжеткендеріміздің, аналарымыздың ерте келіп тексерілуі. Скринингтан, сіздер білесіздер, мынау жатыр мойны скрининг болып жүреді. Сол скринингтен уақытылы өту керек. Одан кейін жаңағы цитология дейміз, гистология дейміз, оның лабораториялар бар бізде, зертханалар. Сонда жаңағы анализдерді алып қарауымызға болады. Одан кейін бізде мына магнитті резонанс томография дейді, ол жатыр мойнының, жатырдың ауруларын диагностика жасауға бірде-бір заманауи аппарат. Соның бізде 4 теслалық ең заманауи аппарат тұр. Сонымен диагностика қоюымызға болады. Әрі қарай диагностикада мына сіздер қазір естулеріңіз бар, радиоизотоптық диагностика дейді. ПЭТ-КТ дейді, ПЭТ-МРТ дейді. Сол бізде ПЭТ-КТ қойылып қазір жұмыс істеп жатыр, және Қазақстанда алғаш рет ПЭТ-МРТ біз қойдық. Ол ПЭТ-МРТ, МРТ-дан да жаңағы әрі қарай заманауи дамыған аппарат құрал болып есептеледі. Сол ПЭТ-МРТ-ға жасауымызға болады. Оған жаңа біздің науқастарымыз, тексерілуге келетін адамдар жолдама алып, жергілікті емханалардан немесе бізден жолдама алып өтулеріне болады. Енді ол диагноз жаңағы жатыр мойнының обыры деген диагноз қойылғаннан кейін біздің орталықта оның бірнеше емнің түрін алуына болады. Ол дегеніміз жаңағы ота жасатуына болады, операция жасатып, біз оны жасаймыз жаңағы мини-инвазивті түрі дейді, лапароскопиялық түрменен жасаймыз. Одан кейінгі емі ол сәулелік ем дейміз, сәулелік терапия. Оның да бізде заманауи жаңағы брахиотерапиясы немесе қашықтықта емдейтін жаңағы сәулелік құрал жабдықтар бізде бірнеше түрі, заманауи ақырғы түрлері бізде тұр. Және оны емдеуге болады дәріменен, химиотерапия дейміз, иммунотерапия дейміз, таргеттік терапия дейміз. Оның бәрі біздің орталықта ондай мүмкіндіктер бар.